этой. Я ему так подарил. Не могу с машины выйти. Босиком. Ходи босиком. Заводи свою шарманку и езжай вперед, я тебе дам. Куда вы едете? На Питер езжай. А, на трассу выехать, да? Да, я на обочине буду стоять, на аварийке. Да, пошли, вон сейчас будет этот карман, пошли в карман. Хорошо. Зато теперь с обувью. Құрметті жолдастар, ассалаумағалейкум. Жаңа ролигімізді бастаймыз. Біздің Қазақстанның жігіті келе жатып аяқ киімін жоғалтып алыпты. Рациядан айқайлап жүр. Жігіттер, аяқ киім беріңдер, сатып аламын дейді. Орысша ғой. Продайте обувь, куплю, ребята, у кого есть лишняя обувь, дейді. Мен кафеден шыққанмын жаңа. Кафеге кіріп тамақтанып, Санкт-Петербургға қарай өтіп бара жатырмыз. Сөйтіп кафеден шығып бара жатсам, уже рация шамалы уже пожарлай бастады да. Енді алыстап бара жатқасын. Естіп тұрмын, бірақ оны. Мен айтамын да, ты где едешь? Я стою на заправке. На какой заправке? И уже связь жоғалып кетті. Рациядан айтам жігіттерге: ребята, спросите у этого парнишки, где он стоит, куда едет. Санкт-Петербургқа қарай кетіп бара жатыр екен дейді басқа жігіттер. Мен айтам, Санкт-Петербургқа кетіп бара жатса, скажите ему, пускай он выедет, я его буду ждать деймін да. Сөйтіп шығуын шығып алып, жаймен аварийканы қосып келе жатқанмын. Сөйтіп жетіп алып, артыма келіп тоқтап, жалаң аяқ келіп тұр. Машинада запасной аяқ киімдерім бар, өзінің спортқа арналған спортивный аяқ киім бар. Соны мына біздің Қарекеңе бердік. Шығуға арналған басқа аяқ киім бар, жұмыс аяқ киімі бар, былай күнделікті киетін, және де мына ұшы темір железным подноском дейді ғой, сондай аяқ киім бар. Өйткені кейбір жерге келген кезде сондай аяқ киім сұрайды, я болмаса өздері береді арендаға. Шуашы сасып кеткен бар аяқ киімдер, оны кім кимейді дейсің? Ондай аяқ киім кимеймін. Сондықтан да өзіммен бірге өзімнің аяқ киімдерімді алып жүремін. Сөйтіп сол спортқа арналған, әрне мына кейде тоқтап спортзалға барғанда киетін аяқ киімді шығып беріп тұрмын. Маған сколько с меня дейді да, орысша. Мен орыс деп ойлап тұр енді. Өзім енді қазаққа ондай ұқсай бермеймін енді. Мен айтам, бесплатно деймін. Ну как бесплатно, братан, давай заплачу дейді. Мен айтам, ақшасы керек жоқ, братан, қазақпыз ғой деймін. Қазақсың ба не дейді? Қазақпын ғой. Ұқсамайсың ғой дейді. Ұқсамағанның бәрі қазақ болмай ма? Атың кім десем, Қайрат деді. Қанат па, Қайрат па? Айтам, қаке братан боласың деймін, сен қаке деймін. Ақтөбенің жігіті, сен қайраттықсың дейді. Мен Қызылорда туып өскенмін, Алматыда өмір сүріп, қазір Москвада тұрамын. Деймін. Артында оның біздің подписчик келе жатыр. Инстаграмда жазып, қаяқтасың братан, қаяқтасың. Мен айтам, осындай жерге кетіп бара жатырмын. Мен де сол жерге кетіп бара жатырмын ғой дейді да. Онда қуып жетіп ал деймін. Сол қуып жете алмай келе жатқан. Мына біздің Қарекеңді кездестіргесін жаймен тоқтап, ол да жетіп алды. Сөйтіп екеуі бірден келіп артымда, он походу не знает тебя дейді. Мен айтам, мүмкін деймін да. Енді адам жұрттың бәрі ютубте отыра бермейді ғой. Тем более Қарекең жасы келген кісі, енді бір 50-ге келіп қалған кісі шығар, енді 55 ояқ бияғы. Сөйтіп сол аяқ киімімізді беріп, әрі қарай кетіп бара жатырмыз. Қазақпыз ғой. Қазақ болсын, қазақ болмасын, маған бәрібір енді бір жағынан қарағанда. Өйткені орысша сұрағасын мен білмеймін ғой, қазақ отыр ма, өзбек отыр ма, қырғыз отыр ма, кім отырса да енді өзіміздің бауырымыз, енді дальнобойщикпіз ғой. Өйткені дальнобойда қазақ, орыс, қырғыз, украин, белорус деген жоқ. Только дальнобойщик деген ғана ұлт бар осы жолда жүргесін. Сол, ол бірінші. Екінші жаңалық, осыдан 2 апта бұрын Қазақстанға барып келгенмін. Қазақстанға барып, Қызылордаға кіріп, сол туысқандарымды аралап, одан Алматыға барып, Алматыда 1-2 күн болып, сөйтіп кері қарай шығып қайтқанмын. Ондай түсірген жоқпын, өйткені демалыс болғасын, енді ютубтан шамалы аулақ болайын деп, жеке өмірім болғасын, құлақ тыныш болсын деп, тек қана сол өзімнің туысқандарыммен, сол әке шешеммен сол үйде болып, үйдің шаруасын істеп, көкеміз бар. Мен ақ кроссовка, басында қызыл кеп, көк майкамен тұрған адаммын ғой.
киімің чеште қораң тазалап кет дейді. Мен айтамын, мен популярный блогермін деймін. Ол айтады, қандай блогер болсаң да, қолыңа күрек алды, давай ана киіміңді ауыстырып қораң тазалап кет дейді. Сондай ағаларым да бар менің. Сөйтіп қора тазалап, атты суарып, сиыр қойды суарып, оғын алып, соның бәрін қораны тазалап, сол азанда 5 бармақ, әбетте 5 бармақ, кешке 5 бармақ, түнде 5 бармақ, әйтеуір бір жылға жететіндей 5 бармақ жеп кеттім ғой сол. Қазақстанға бара жатқанда да, Қазақстаннан шығып келе жатқанда да көргенмін. Дальнобойщиктер, бұл үшінші мәселе уже. Дальнобойщиктер біздің Қазақстанның жігіттері забастовка жасап жатыр екен, ақылы жол қыламыз дегенге 25 теңге, енді ол сұмдық қой деп ойлаймын енді. Міне мен ақылы жолмен келе жатырмын. Ақылы жолмен ұрып келе жатырмын. Спокойно. Қанша жүре аламын, сонша ұрып келе жатырмын. Мен ойлаймын да, чтобы ақылы жол істеу үшін альтернатива болу керек адамда. Мына ақылы жол оң жағымызда біздің ақысыз жол бар. О жолмен де жүруге болады. Егер сен мына жолға төлегің келмесе, пожалуйста. Прям параллельно бесплатный жол бар. Ол ауылдардың арасымен бүйтіп айналып жүріп өтеді. Бұндай прямо прямой емес. Ұрып отыра алмайсың, мен сияқты келе жатқандай. Бірақ 80-90 ұстап жаймен жүріп отырасың. Альтернатива болу керек қой халықта. Выбор болу керек. Таңдау болу керек халықта. Оны түсінбеймін. Ақтөбе облысына мен кірдім жеңіл көлігіммен, Қызылордаға дейін, ё-моё, шұрық тес қой Қызылорда облысына дейін. Оның қаяғын ақылғылайын деп тұрған мен түсінбеймін. Жаңа Ақтөбенің аяқ киім берген қарекеннен сұрап жатырмын да, братан, не болды болса? Ақылы жол істейін деп жатыр дейді. Ой, отметить етіп тастады ғой дейді. Менің ойымша ол дұрыс отметить етіп тастаған. Ол үшінші мәселе. Төртінші мәселе сол осы Липецкіден 20 тонна суымызды тиеп алып, любимый деген сокты Санкт-Петербургқа қарай алып бара жатырмыз жолдастар. Санкт-Петербургқа да жеттік. Кольцевая автодорога, Санкт-Петербургты айналып өтетін. Соған түсіп алып, Московский шосседен ұрып келе жатырмыз. Құдай қаласа бүгін жүгімізді түсіруіміз керекпіз. Егер вообще план бойынша ертең түсіруіміз керек. Егер ертең түсіретін болса, міндетті түрде машинаны қойып, сол складта, мынандай склад қой, машинаны қойып, қаланы аралап келеміз. Өйткені мен өз басым любой бір үлкен қалада болсам, егер уақыт болып жатса, көлікті қойып, ел аралап, жер аралап, музей болса музей көріп, көретін нәрсенің бәрін көріп, жейтін нәрсенің бәрін жегеніне не жетсін? Бақсы отыра бермей машинада шамалы бір ел көріп, өзімізді де көрсетіп қайтайық, осындай біздің жігіттер бар деп қазақша сөйлейтін сөйтіп қайтарымыз. Көлік деген енді көп енді. Ё-моё, мынаның бәрі көлік. Қаншама миллиондаған адам тұрады. Внимание, пост 400 метров. Ограничение 110. Внимание, пост 200 метров. Ограничение 110. Бұл жерде бұның бәрі көріп отыр. Камера 400 метров. Ограничение 110. Бірақ егер анау-мынау проблема болмаса, сен ешкім тоқтатпайды. Камера 200 метров. Ограничение 110. Ё-моё. Внимание, камера 400 метров. Ограничение 110. Айтсам болды ғой. Ограничение 110 қойып тастаған. Внимание, камера 300 метров. Ограничение 110. Жүріп болмайды ғой енді, ё-моё. 110 деп тұрса да енді жүрмейді ғой. Жай басар бар. Келдік әкесін ауыз. По-моему, алдымызда авария болған анау деймін. Прям целый кольцевая автодорога кептеліп қалғаны ол енді мүмкін емес енді.